Сәлеметсіздер ме оқушылар? Әдебиеттік оқу сабағы 62-ші сабақ спорт сенің серігің тақырыбы. Бүгінгі сабақта өлеңнің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап бересіңдер. Бірінші тапсырма. Тапсырманы оқып, әріптерден қажетті сөзді құра. Бұл жерде бізде О, Р, П, Т және С әріптері берілген. Осыдан біз бір сөзді құрауымыз керек. Бұл қандай сөз? Бізге кішігірім жұмақ тыққан. Біріншісі бұл сөз тасымалданбайды екен. Екінші, бұл бір буынды сөз екен, яғни буынға бөлінбейтін сөз екен, және үшінші, көп тілде бірдей дыбысталатын сөз дейді. Яғни әр елдің тілінде бұл сөзді айтатын болсақ, барлық елдің несінде сөзінде барлығында бірдей дыбысталады екен. Яғни ол бізде спорт деген сөз, спорт деген сөз бізде тасымалданбайды, буынға бөлінбейді. Яғни бір буынды және де көп тілде бірдей дыбысталады. Мысалы, қазақ тілінде спорт сөзі спорт деп айтылса, орысша спорт және ағылшыншада дыбысталған кезде спорт деп айтылады. Келесі бізде екінші тапсырма. Түсініп оқы. Тақырыбы спорт деген немене? Спорт сенің серігің, саулығың мен сенімің. Спортпенен шыңдалар жігерің мен ерігің. Шұғылдансаң сүйіп шын, спорт жеңіс биік шың. Етене өссең онымен, азаматсың, жігітсің. Авторы Арасанбай Естенов. Енді сөздікпен жұмыс жасаймыз. Яғни жасылдың ішінде жазылған етене өссең деген сөздің мағынасы спортқа бейім болсаң деген мағынаны білдіреді. Яғни спортқа жақын болсаң, азаматсың, жігітсің деп өлеңде айтқысы келіп тұр екен. Үшінші тапсырма. Спорт сенің серігің дегенді қалай түсінесің дейді. Енді бұл тақырыпқа қарай сіздер өздеріңіздің ойларыңызды айтып көресіздер. Менің ойымша спорт сенің серігің дегенді мен былай түсінемін. Спортты досың сияқты үнемі жаныңда, жадыңда сақтау керек. Яғни үнемі спортпен айналысып тұру керек. Өйткені ол біздің денсаулығымызға өте пайдалы. Ол біздің бір жақын серігіміз сияқты қалыптасып қалу керек. Келесі төртінші тапсырма. Саған спорттың қай түрі ұнайды? Неліктен дейді. Бұл жерде 3 спорттың түрі көрсетілген. Біріншісі жүзу спорты, екінші велосипед спорты және үшінші доппен ойналатын спорт түрлері. Маған футбол ойнаған ұнайды. Өйткені жеңіске жету үшін командамен әрекет етесің, ауызбіршілікте боласың. Егер жақсы ойынды көрсете алсаң, жеңіске жетесің. Өзің білетін жүзу түрлерін қимылмен көрсет дейді. Оны іс-қимылмен сыныпта көрсетесіздер. Ақынның өмірбаянымен танысып өтейік. Ескен Елубаев ақын. Жамбыл облысы Қордай ауданының Отар станциясында дүниеге келген. Ақынның балаларға арналған өлең кітаптары бар екен. 1942-2017 жылы қайтыс болған. Бесінші тапсырма. Өлеңді оқы, көшіріп жаз дейді. Спорт үйірмесі. Мектепте ашылып спорттық үйірме. Жатырмыз жазылып, кім қайда барады, қай спорт түріне барса топ жарады. Авторы Ескен Елубаев. Бұл өлеңді дәптерге көшіріп аласыздар. Өлеңді түсініп оқисыздар. Енді бізде келесі қорытындылаймыз. 6-шы тапсырма. Өзің қатысып жүрген спорт үйірмесі туралы әңгімеле дейді. Сіздер ең алдымен өздеріңіз қандай спорт түрімен айналысып жатқандарыңызды бір еске түсіріп алыңыздар. Одан кейін ол жайлы қысқаша әңгіме жазасыздар. Спорт деген немене өлеңін жаттап алыңыздар. Мен күрес үйірмесіне барып жүрмін. Күрес үйірмесі өте қызықты әрі қиын. Күрес адамды шымырлыққа, ерлікке тәрбиелейді.